Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз үй жағдайында эклер дайындайтын боламыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге шыңғыртысымызға 200 мл су және 100 грамм сары май. Сары майымызды суда жақсылап етіп ерітіп аламыз. Еріп болғаннан соң артынша 150 грамм ұнымызды салып, барлығын бірге бір келкі етіп араластырып шығамыз. Сіздер жай скоростьте қойып, яғни жай жылдамдықта араластырып, бір бүтін қамыр шығу керек. Біздің қамырымыз осындай консистенцияда болу қажет. Келесі кезекте 4 жұмыртқамызды бірден салмай, оның әрқайсысын кезек-кезек етіп, өйстіп араластырып шығатын боламыз. Барлық 4 жұмыртқамызды салып болғаннан соң, сіздерде осындай қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес, осындай масса пайда болу керек. Келесі кезекте бізге салафан немесе кондитерский мешокты алып, соған жаңағы біздің массамызды салатын боламыз. Егер де сізге арнайы насадка болатын болса, соны қойып, немесе мен секілді просто басын кессеңіздер де болады. Барлық массамызды противенге видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Мен сондай-ақ эклерден басқа профитролиді жасадым. Барлығы дайын болғаннан соң духовкаға 180 градусқа бетін мүлде ашпаңыздар, қызарып пісуі қажет. Келесі кезекте заварной крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды жақсылап етіп араластырып, сосын барып 2 чайная ложка ванилийімізді салып, онымен жақсылап етіп араластырып шығамыз. 4 ас қасық ұнымызды бірден салсамай, кезек-кезектен етіп салып, онымен бірге бір келкі етіп араластырып шығамыз. Дайын болған массамызға кукурузный крахмал немесе картоп крахмалын қоссаңыздар да болады. 2 ас қасық кукурузный крахмалды саламыз. Және онымен жақсылап етіп араластырып шығамыз. Келесі кезекте 500 мл сүтімізді алып, оны газға жай скоростьке қойып, газда мүлде алшақтамай араластырып отырамыз. Сіздерде осындай пайда болу керек. Сосын барып артынша сары майымызды салып, оны сәл тындырып қоямыз. Сол кезде біздің заварной креміміз дайын болады. Дайын болған эклерімізге заварной кремімізді құйып, оны бір 10-15 минутқа қойып қоямыз сіңу үшін. Міне бізде сонымен эклеріміз дайын болады. Өз қалауыңызша сахарный пудра немесе шоколадпен жағып қойсаңыздар да болады. Ас болсын.